Сәлем достар, сіздер менен Наргиз. Бүгін мен сіздерге 5 минутта дайын болатын закусканың рецептісін ұсынамын. Міндетті түрде видеоны аяғына дейін тамашалаңыздар. Қажетті құрамдар: батон немесе осындай нан, 4 кусогы, укроп, творожный сыр және де икра. Видеодағыдай көрсетілгендей нанымызды кесіп аламыз. Дөңгелек формочка менен бір наннан екі дөңгелек шығады. Содан кейін осылай творожный сырымызды жағып аламыз. Содан кейін укробымызға аунатамыз. Содан кейін бір кішкентай қасықпенен икрамызды салып аламыз. Астарыңыз дәмді болсын. Келе жатқан жаңа жылдарыңызбенен менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.